Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге осындай денсаулыққа өте пайдалы гемоглобинді көбейтетін қызылшадан жасалған салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Достар, менің каналымда көптеген қарапайым үй жағдайында жасалатын көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бұл салатты жасау үшін ең алдымен үлкен көлемдегі пиязды алып, ұсақтап осылай етіп тураймыз. Аздап май құйып, пияз қызарғанша осылай етіп қуырып аламыз. Егер де пияз жемейтін балаларыңыз болса, осылай етіп қызылшаға қосып салат жасасаңыз, білінбей желініп кетеді. Пиязды әбден сарғайғанша қуырып, осылай етіп бөлек ыдысқа салып аламыз. Келесі кезекте келесі ингредиенттерді ұсақтап тураймыз. Тұздалған қиярды да осылай етіп жіңішкелеп турап, оны ұзыншалап, яғни соломка етіп тураймыз. Достар, қызылшаның адам денсаулығына өте көп пайдасы бар екендігін барлығыңыз да жақсы білетін боларсыздар. Ол адамның гемоглобинін көбейтіп қана қоймай, зат алмасу қасиетін жақсартып, және де іш құрылысының жақсы жүруіне көмектеседі. Тұздалған қиярды ұсақтап турап алғаннан кейін, келесі кезекте қызылшаны да осылай етіп, жіңішкелеп, ұзынша етіп тураймыз. Ас көкті, яғни укропты да алып, осылайша ұсақтап, жіңішкелеп турап алдым. Мен үнемі тәтті пісіретіндіктен артық салмақпен алысу менде де көптеген жылдарға жалғасты. Жарты жылдай уақыт болды осылай етіп пайдалы салаттар жасап. Әртүрлі салаттарды жасау арқылы артық салмағымнан құтыла бастадым. Достар, бұл салатты майонезбен немесе пайдалы болу үшін қаймақта араластыруға болады. Үнемі осындай пайдалы тағамдарды аз көлемде жеу арқылы 2 айдың ішінде 10 килограмм салмағымнан құтылдым. Менің 4 балам болғандықтан мен үнемі қозғалыста боламын. Әйтсе де салмақ тек қозғалысқа қарамай-ақ тек қана тамақтың мөлшерін азайту арқылы түсетініне өз көзім жетті. Каналым пайдалы, каналыма тіркеліп алыңыз.